Сәлем достар. 14-ші сабаққа байланысты үй жұмысын сіздерге айта кетейін. Бірінші A тапсырмасын орындайсыздар. Бұл жерде can't өтіп кеттік. Біз бір нәрсені істей алу, істей алмау немесе рұқсат беруге байланысты қолданамыз. Мысалы, біріншісінде you can't park here. Мына етістікті қолданды, park деген. Сол сияқты бізде мына екіншісінде адам жүзуге болмайды дейді. Сол сияқты you can't swim here. Вот. Сол сияқты қалғандардың міне етістіктерді қолданып, сөйлемдерді аяқтайсыздар. Can't қолданып. Одан кейін бізде үшінші тапсырманы орындаймыз. Бұл жерде суреттерге қарап, міне бірінші сурет, екінші сурет, мына жердегі фразаларды аяқтауымыз керек. Use the internet біріншісінде, компьютердің алдында отыр. Екіншісінде take photos, суретке түсіру. Сөздердің бәрін еске түсіре отырып, осыны толықтырасыздар. Одан кейін мынау listening, аудированиені тыңдайсыздар. Одан кейін Чак деген Нью Орлеандағы турист болып жүр екен Чак. Бүгін оған не істеуге болады, не істеуге болмайды. Мінекей 8 түрлі іс-әрекет бар. Can't істеуге болады, істеуге болмайды. Соны қасына галочка қойып шығасыздар тыңдап отырып. Содан кейін мына сөздердің бәрін дәптерлеріңізге жазып, жаттап аласыздар. Бүгінгі үй тапсырмасы осындай. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.